Біз Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінен эстафетаны қабылдаймыз. Ұлы Абайдың 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді, бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Біз бұл эстафетаны Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментіне және Нұр-Сұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің Есіл ауданының төтенше жағдайлар басқармасына жолдаймыз.